Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен зады. Бүгін құймақ немесе блинчики дайындаймыз. Әрине, блинчиктің рецепті де көп, оның пісіретін әдісі де көп. Әр кісі өзінің үйреншікті тәсілімен дайындайды. Дегенмен, мен өзімнің рецептіммен бөліскім келіп отыр сіздермен. Видеодағыдай жұқа, әрі жұмсақ, әрі өте дәмді болып шығады. Және тағы бір рецепт блинчиктен, пирог деп айтсам да болады, сметана заливкасы қосылған пирогтың рецептімен бөлісемін. Осы дайын болған блинчиктің бірнеше түйірін алып, осылай дайындап көрсеңіздер, үлкенге де, кішіге де өте тойымды, әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Енді блинчиктің қамырын дайындау үшін жұмыртқаға тұз салып, кішкене араластырып аламыз. Одан кейін үлкенірек ыдысқа құйып, қант саламыз. Қантты ерігенше әбден араластырамыз. Одан кейін үй температурасындағы сүттің бір кішкене бөлігін құйып, жақсылап араластырып, ұн саламыз. Ұнды алдын ала елеп аласыз, және бәрін салмайсыз, шамалап салып, әбден түйіршігі қалмайтындай етіп бұлғап, түйіршігі езіліп, әбден біркелкі болғаннан кейін ас содасын үлкенірек кружкаға саласыз, және алма уксусын құйып, араластырып, осы ыдысқа құямыз. Жақсылап араластырып, қалған сүтті құйып, осылай дайындап аламыз. Міне, енді микроволновкаға кішкене ертіп алған сары май, оны да азыздан құйып, жақсылап араластырып, отта қызып тұрған табаның бетіне аздап сұйық май жағып, құймақ пісіруге кірісеміз. Табаның бетіне майды бастапқыда жағасыздар, одан кейін жақпасаңыз болады. Мінекей осылай пісіреміз. Табаның астындағы оты ортадан сәл жоғары болуы керек. Ол құймағымыз бір қоңыр немесе қап-қара болып күйіп кетпес үшін. Және де құймақтың қамырын табаға аз-аздан құясыздар, сонда жұқа болып піседі. Мінекей құймақтың бәрін пісіріп алғаннан кейін сметана заливкасы қосылған пирог дайындауға кірісеміз. Ол үшін духовкаға салып пісіретін форманың бетіне сары майды жағып дайындап аламыз. Одан кейін мына видеода көрсеткендей блинчикті тұтастай осылай рулет етіп орап аламыз да, табаға жинаймыз. Менде шағын таба, бір шайға беруге жеткілікті. Қалған блинчикті енді қалауынша қаймақ қосып, немесе варенье қосып жеулеріне болады. Мінекей асықпай осылай рулет орап аласыздар. Осы форманы толтырып,
дайындап аламыз. Енді заливка дайындауға кірісеміз. Мінекей жұмыртқаны кішкене араластырып алғаннан кейін қант, сгущенка қосасыздар. Егер сгущенка болмаса үйде, онда қантты сәл көбірек қосасыздар. Мен рецептте 100 грамм қант, 100 грамм сгущенка алдым, бірақ сгущенка болмаса қантты қалауыңызша осылай қалдырасыз, немесе 150 грамм аласыз. Одан көп алмай-ақ қойыңыз, тым тәтті болып кетеді. Одан кейін сметана салып, кішкене араластырасыз да. Осы құймақтың бетіне бір келкі етіп құйып шығамыз. Одан кейін 170 немесе 180 градуста қызып тұрған духовкаға бір 30-35 минутқа салып пісіріп аламыз. Оны енді өздеріңіз қадағалайсыздар піскенін. Беті қызарып, көтерілгенде пирогымыз дайын. Мен отбасыма осылай дайындаймын. Құймақ пісірген күні бір кішкене құймақты алып, осылай сметана заливкасы қосылған пирог дайындап, шайға ұсынамын. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.